Сәлеметсіздер ме ағылшын тілін үйренушілер. Бүгін мен кезекті топик алдым. My grandparents деген. Менің ата-әжелерім деген сөз. Ал олай болса, кеттік. My grandparents. My grandparents live in the village. Менің grandparents ата-әжелерім live өмір сүреді. In бұл бізде предлог, ішінде деп аударылады. The бұл бізде артикль, определенный артикль. Village ауыл. Менің ата-әжелерім ауылда өмір сүреді, яғни ауылдың ішінде, in the. Бұл сөйлем бізде present simple шағында тұр. Яғни жай осы шақта. Келесі сөйлем. They do not work. They don't work. Олар жұмыс істемейді. They олар. Don't дегеніміз present simple шағында тұр. Present simple'дың отрицательный приложениеда осындай don't қолданылады. Work – жұмыс істеу. Not тұрса, значит, отрицательное приложение. Жұмыс істемейді олар. Келесі сөйлем. They are pensioners. They – олар. Are – to be істігі, яғни аудармасы является, олар деп аударылады. Олар pensioners – пенсионерлер. Олар пенсионерлер. My grandmother's name is Ольга Ивановна. Менің, my grandmother's әжемнің name есімі is Ольга Ивановна. Менің әжемнің есімі Ольга Ивановна. My grandfather's name is Сергей Петрович. Менің атамның есімі Сергей Петрович. They are very good and kind. Олар өте, very өте, good, жақсы, and және kind, жақсы, добрый. Яғни good деген жақсы деп аударылады. Kind деген тоже добрый, жақсы деп аударылады. Келесі сөйлем. I love my grandparents very much. I mean love, жақсы көремін. My менің grandparents ата-әжемді very much өте. Мен өзімнің ата-әжемді өте қатты жақсы көремін дейді. Бір мән аударылатын жайт, бұл жерде барлық сөйлемдер, present simple шағында қолданып тұр. Present simple шақ дегеніміз жай осы шақ. Жай осы шақ дегеніміз present simple, ол күнделікті қайталана беретін іс-әрекетті білдіретін, жалпы іс-әрекетті білдіретін шақты осындай present simple дейді. Түсінікті ма? Кімнің қандай сұрақтары бар? Комментарийға қойыңыздар. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басыңыздар. Подписаться етіңіздер. Сау болыңыздар. Рахмет.